интернеттің екі жағы болады. Біреуі жарық, біреуі қараңғы. Жарық жағына келетін болсақ, ол жерде біздің күнделікті қолданып жүрген интернетіміз. Мысалға, YouTube, Facebook, Instagram және тағы басқалары. Ал қараңғы жағына келетін болсақ, ол жерде адамның ойына кірмейтін заттарды сатады. Немесе маньяктарға заказ береді. Интернеттің қараңғы жағын даркнет деп атайды. Негізінен ол жаққа мүлдем жақындамаған дұрыс. Бірақ бүгін мен сіздер үшін сол сайтқа кіріп, бағасы 50 000 теңге деп айтпа қояйын, сондай посылкаға заказ бердім. Ол посылкаға мен заказ 4-5 күн бұрын берген болатын. Берген күні мен сразу жауап береді деп ойладым. Бірақ олай болмады. 3-4 күн өткеннен соң маған жауап берді. Сол аралықта жауап бермеген кезде мен ойладым. Мен просто жерге отырып кетті деп ойладым. Жоқ. Бірақ олар 3 күннен соң маған жазып, адресті жібере салды. Сосын ол ары қарай вообще жоқ болып кетті. Хабарласамадым. Бірақ сол адреске мен бүгін барып, сол посылканы алып көрдім. Ары қарай айтпа қойыңыз, сіздер ары қарай видеоны до конца көріңіздер. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, қазірден бастап тіркеліп кетіңіздер. Ал біз бастаймыз. Короче, қалайсыңдар? Бүгін біз айтқандай даркнетке посылка келген, соны алуға кетіп бара жатырмыз. Менің жанымда Аслан бар, Арман бар. Үшеуміз заброшка жаққа келдік. Короче, сол жақтан бір 500 метр ма, сондай жүрген жерде жатыр деді. И қазір сол жерге бара жатырмыз. Біз әлі шығып келе жатырық. Арман, сол посылканың ішінде не болады деп ойлайсың? Мен оның ішінде бір жаман нәрсе болады деп ойлаймын. Точнее айтқанда не болады дейсің? 18 плюс. Аха, түсінікті. Біз заброшкаға зорға дегенде келдік. Ал енді аналар бізге бір фото жіберген. Короче, міне мына фото. И осы фотодан шығысқа қарай 150 ма 200 қадамда жүргенде сол жерде бір заттар көміліп жатады деді. Сол заттарды алып ашып қарасаңдар, ішінде сендердің іздеген заттарың бар деді. И потом ары қарай тағы жаздым, точно таба аламыз да таба алмаймыз да деген соң, олар мүлдем жауап бермеді бізге. И амалсыздан осы жерге келіп енді іздейміз, таба алсақ таптық, таба алмасақ таппадық деп отырық. Ал енді заброшканың ішінде сол жерді табайық. Все, короче, біз міне ішке қарай кірдік. Мына суретті қараңыздар. Бұл жердің әр жерін қарап шығу керек, өйткені ол любой жерде тұру мүмкін. Так что қуыстарын бәрін қараймыз. Айтарлықтай еш нәрсе жоқ екен. Ішке қарай кіреміз. Бұл жер, короче, малдың иісі плотно шығып жатыр бар ғой. Сиырдың иісі, мен білем сиырдың иісін. Короче, плотно шығып жатыр, мына жақтарда. Так. Вроде еш нәрсе жоқ. О, Асик. Сол сияқты көргөш, фонарик қойшы. Жоқ па, осы жақта ана бағанағы сурет. Что за крестик? Такс. Так, мынау бізге подсказка емес, вроде? Вроде емес. Так, мына жақта еш нәрсе жоқ. Все, кеттік артқа. Мына жақта жоқ екен, енді екінші этажы бар, екінші этажына да барып шығып көру керек. Еще подвалы бар. Подвалын біз соңына қалдырдық, өйткені білесіздер, подвал негізінен қорқынышты. Суреттегі жоғары жақта болып қалса, біз подвалға кіріп, бостан-босқа қорқып, әйтіп-бүйтіп жүрмейік деген оймен де. Подвал міне. Кіруге қорқынышты, так что біз жоғары қарай кеттік. Короче, қазір мынаның төбесіне көтерілетін боламыз ғой. Көтерілетін жерін таптық. Мен мына жақтан ана жаққа дейін секіре алады деп ойлайсыздар ма? Хопа. Өтіп кеттім, прикиньте. И мынаның төбесінде де, кажется, еш нәрсе жоқ сияқты, Жоқ, ана суретте көрсетілген заттар, Көрген жоқсыңдар ма? Байқаған жоқсың ба? Армик, сен байқаған жоқсың ба? Жоқ. Так, мына жақта да жоқ, қараңыздар. Бәрі чисто болып тұр ғой. Так, мына жер ше. Ана екінші этаж екен. Так, суреттегі еш нәрсе жоқ. Суретте вроде кішкене ғана мынандай комната, и потом барып 300 деген жазу, сол суреттің сол жағына қарай кетесің деді. Скорее всего, шығыс деп айтты. Может, все-таки подвалда сияқты. Бірақ подвалға түскенге подвалға бармас бұрын, мына екі үй бар екен да, екі заброшенный. Соның ішінде болып қалу мүмкін деп ойлап отырмын. Өйткені білесіздер, біздің подвалға түскіміз келіп тұрған жоқ. Короче, міне ана жақта бір үй,
ана жақта екінші үй бар. Короче, мынаның ішіне кірейік десек, есігін жауып тастапты, и кіре алмай жатыр. Мына жақта тесіктен қарасақ, айтарлықтай еш нәрсе жоқ екен, жан-жағынан қарадық, еш нәрсе жоқ екен. Енді мына екіншісіне барып көрейік. Міне келдік, мына терезеден қарасақ, айтарлықтай еш нәрсе жоқ сияқты, кіргім келіп тұрған жоқ ішіне. Енді амал жоқ, подвалға барып көру керек болып жатыр. Мына жақтан қарасаң, уже страшно, да? Көрдіңіздер ме? Как будто ана жерден бір құрып тұрған сияқты. Жоқ. Өзімізді ондай жаман ойлармен алдамайық, а то адам психикасын білесіздер ғой, слишком қатты ойлап кететін. Мен қорқып тұрмын кіруге. И Аслан да тоже қорқып тұрсың ба? Так, енді былай істейік. Жігіттер ше, шешейік кім бірінші кіретін? Сулифа арқылы. Кел. Сулифа. О, Айсик сен бірінші кіреді екенсің. Ничего, мен арт жағынан кірем. Если бір нәрсе болса, мен бірінші қашатын боламын. Кеттік ал. Кіре бересің, сен ұялмайды екенсің, не? Давай, кеттік ал. Ема. Ой, ана басып алдықтыр, кәдімгі қисық бар ғой. Че-там не бар екен? Бәлден міне жалғыз ағашты бар. Абайда брат. Не бар екен? Не oldu? Көзіне көрейін. Сен етіп сақ түйекпен қорқыта бермесе адам. Мынау кәдімгі күлкі емес. Қандай күлкі екенін білесіздер. Давай, брат. Не бар екен? О, мына осы емес па суреттегі? Осы емес па? Иә. Еба. Короче, осының сол жағы деді. Осы жақпен қарағанда сол жағы не? Значит, осы жаққа қарай. Короче, осы жаққа қарай жүріп, иә, 200-150 метр жүрсек, жасырып жатады деді, көзің көресіңдер сразу деді. Кеттік ал, көрейік енді. Өтірік болып қалмаса, если, конечно. Өтірік па или шын ба? 50-50. Если өтірік болып қалса, 50 мың теңге просто так кетеді, иә? Конечно. Міне дата осы болып қой. Все, болды шығайық мынаяқтан тез-тез. Все, біз қазір жоғарыға көтеріліп келе жатыр. Әрең көтерілдік бар ғой. Астыдан шығу деген ой проблема бар ғой. Короче, міне ана екеуі асып кетті. Мен как всегда артта қалып отырмын. Қалу себебім де бар. Самаға ұр деген дейді. Кеттік. Ана жақтан примерно мына қарай 100 метр көтерілдік ровно. Енді примерно осы маңдарда болып қалу керек деп ойлап жатырық енді. Осы жан жақтан іздестіріп жатырық. Осы жерін тауып қаламыз деген ойдамын. Кстати, Армик, біз қазып алғанға күрек алмаппыз ғой. Тауып қазамай қалсақ қайтеміз? Бір амал табамыз. Егер қазір натура күрек жоқ болып қалса, амалын таба алмай қалсақ қайту керек болады, либо қолмен қазу керек болады. Иә, қолмен қазатын шығармыз бәлкім. Короче, кеттік іздестірейік ал. Брат, ана жақтан іздедің ғой, иә? Иә, брат, көріп келдім. Короче, біз вообще таппаған сияқтымыз. В общем, Арман ана жақтарды іздеп келді. И жоқ болды, иә? Жоқ. В общем, біз енді не знаю, қайтайық па деп ойлап отырық енді. Біз сол таппаған сияқтымыз бар ғой. Енді Че там? Қаяқта? Не нәрсе? Ей, банандай мусор анау-мынау болса қойшы. Нормальный нәрсе ма? Да ну жанымызда тұрған. Анау коробка емес па? Қырыш. Анау коробка. Натуре ғой, еба. Не, коробка. Еба. Все, алайық та. Ой, тартам мен. Еба. Ебать. Жоқ жерден тауып алдық қой, прикиньте, еба. Ал енді ашайық ал. Бір нәрсе бар ма ашатын? Шақ анау-мынау. Жоқ па. О, әдемі. 50 мың тұрады, сындырып қойып жүрмеді. Тоқта, ашып сұрын. Тағы айтайын, тағы сұрақ қойын. Не болады деп ойлайсың конкретно ше? Нақты айтамын. Күшті зат болады. Еді Армик, сен не деп ойлайсың? Жаман зат, 18+. Бір мощный заттар болады деп ойлаймын. Кәдімгідей маған керек бір нәрселерде.
Давай кеттік ашайға. Давай ашқыш. Не айтарын білмеймін енді бар ғой. Қайттық. 50 мыңға келсек. Жоқ. Мынау 50 мыңға. Бізге мусорды просто салып бере салған ғой. Осы үшін соншама жер жүрдік па сонда? Жүргеніміз жүрдік, е? 50 мың теңгеге мына мусорды алдық па біз сонда? Не бар екен ішінде еще? Может, астында бір нәрсе тұрған шығар? Мынау ұстағым келіп тұрған жоқ, неден жасалған? Мына пакет что-то не бар? Bir нәрсе бар ма? Қолым шөп шасып отыр деп. Не бар екен? Алып шықшы ар жаққа алып шықшы. Мыналарда еш нәрсе жоқ, е? Бірдеңке бар ма? Тоқтамдан ішін көріп, қазір соңынан көріп. Еш нәрсе жоқ па? Кәдімгі наркотик шығып жүрміз. Авайлыш. Еш нәрсе жоқ па? 49.999 бүтін 99 теңгені мына пакеттің ішіндегі зат шығара ала ма десең, е? Бұл бірдің ішінде бір нәрсе бар ма өзі? А пакет не? Қып-қызыл бірдеңке. Жоқ. Фу. Не анау? Қызыл бірдеңке тұр. Ебать анаңға. Офигеть, не мынау? Көз болса, Еб. Короче, мен сіздерге көрсетпеймін оны. Қазір дұрыс емес нәрсе болып қалса, YouTube оны бан етіп жіберуі мүмкін, так что оны цензурамен только көресіздер. қып-қызыл. Еб. Бірдеңке езген сияқты ма? Бүйрек па или не анау? Көз ба или? Бірақ көз емес, көзде қан болмайды. Бірақ, е. Не анау? Нормальный нәрсе ма өзі? Жаман еш шығып жатыр, сасып жатыр. Айтпа. Не істейміз енді? Осы дұрыста қайтайық. 50 мың теңгеміз кетті, қайтайық. Анау. Не білмеймін енді. 50 мың теңгеге мен сондай бір фигняны сатып алдым. Не айтарын білмеймін енді бар ғой. Қайттық.